Ясмина Доминич 1977 жылы туылған. Оның Смелхана атты туған әкесі Мартин, анасы Катерина болды. Ясмина Доминич 1996 жылы политология мамандығын меңгеруге жоғары оқу орнына түсті. 1999 жылы оқуын тастады. Бірнеше ай өткеннен кейін ол әпкесіне лайнермен круизге кететінін айтты. Кейін Францияға барып жұмыс істеймін деген екен. Жаңа өмір бастаңқы болған. Ол, Ясмина ата-анасымен аса жақсы қарым-қатынаста болмаған, оның жағдайын ата-анасы үлкен қыз арқылы біліп отырған. Соңғы рет Ясмина Доминичті ата-анасы және жақындары 2000 жылы көрген. Туыстары тек 2005 жылы, яғни 5 жылдан соң ғана іздеу салған. Полицияға Ясминаның анасы хабарласып, қызының жоғалғаны туралы хабар береді. Полиция Ясминаның пәтерін келіп, есік қағады. Ешкім ашпаған соң полиция